Чотам досым, жорып кетті қой. Біле, айтпашы, брат. Көтімдегі боғым қатып қалды. Айттым мен бұларға. Астанамен жүрмей қойық, Алматымен жүрейік. Мұнда күн суық дедім. Қанша айттым мен бұларға? Алматыңда жетіп тұрған жоқ, ес алаң. Алматыда суық. Минус 25 градус. Ешкім жетісіп жүрген жоқ. Айттым мен сендерге. Екқабаттап гамаш киіп алыңдар дедім. Өздерін тыңдамадыңдар. Распродаж жоп жатқанда алып алу керек еді базардан. Енді отырсыңдар, үсіп қатып, қаям жеп. Бля, брат, не дейді мынау? Хуй его знает, бля, құлағымда қатып қалды, ештеңе естімей жатырмын. Жотам, брат, Шымкент жақпен жүрейік та, ол жақ жылы дейді ғой. Қазір картамнан қарап жіберейін. Иә, дұрыс айтасың. Шымкент Астанаға қарағанда әлде қайда жылы. Шымкент жақпен жүрсе қалай қарайсыз, капитан Барбосса? Өлә, не дейді мынау? Мистер Гибс, бір әуде жіберіңізші өзіңіз. Қойыңдаршы нахуй, блядь. Жүрейік енді. Бүкіл Қазақстанды аралап, айналып. Біз самолеттен ұшып жүрген жоқпыз ғой, қалаған уақытта бұрылып ұшып кете беретін. Бензинді өзі аз қалды. Экономдамасақ, жолды қап кетеміз. Я, мен де Инстаграмды көрдім. Адамдар иттер қатып қалып отыр далада. Кешіріңіздер. Осы Астанада бір жақсы адамдар бар деп естім ғой мен. Ыстық-ыстық шай беріп жатыр, халқың қамын ойлап жатыр деп. Сол жақтан шай ішіп жылынып алайық, ағайын.